Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Ашыған айранды тастамай, осындай әдемі, өте жұқа болып шығатын блинчик, яғни құймақ дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға 300 грамм айранымызды, 2 жұмыртқамызды, 120 грамм қантымызды, тәтті болсын десеңіз 150 грамм қантты салып, жақсылап араластырып, қант ерігенше араластырамыз. Дайын болған массамызға 3 грамм содамызды саламыз. Содамызды салған соң осылай көпіршіп көтеріледі. Үстіне 300 грамм қайнап тұрған суымызды құямыз. Массамыздың үстіне 40 грамм сұйық майымызды, 250 грамм ұнымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Міне достар, массамыз осылай бір келкі болып шығу керек. Табамызды қатты қыздырып алып, жай отта біртіндеп пісіріп аламыз. Мінекей біздің құймақтарымыз осындай әдемі, жұмсақ, жіңішке болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Міндетті түрде сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліңіз.